Әр адамның жан дүниесінде тамыр жайған арманы бар. Ол арман адаммен бірге өседі, өркендейді. Дәл солай менің де балалық шағымның үлкен бір арманы бар. Ол жол қозғалысын ұйымдастыру мамандығының маманы болу. Бала күндерінен бастап өзімнен кіші бауырларыма жолда абай болып жүруді және ата-апаларыма жолдан өтуіне көмектесу мамандығыма аса қызығушылықты туындатты. Жол қозғалысын ұйымдастыру мамандығының техник біліктілігі жолдағы көшелерді жаяу жүргіншілер ағыны мен көлік қозғалысын ұйымдастыру, автокөліктердің түрлеріне байланысты тасымалдау жұмыстарына қауіпсіздік шараларын құрастыру, жол көлік оқиғасына сараптама жүргізіп, қорытындылау кәсіби қызмет түрлерін атқарады. Колледжге оқуға түскеннен бері өзімнің мамандықты дұрыс таңдағаныма сенімім нығая түсті. Колледжде қоғамдық жұмыстарға да белсене араласа бастадым. Колледж маған өзімнің азаматтық көзқарастарымды қалыптастыруыма, ұжыммен жұмыс жасап үйренуге, қоғамның кейбір проблемалық мәселелеріне назар аударуыма мүмкіндік берді. Колледжде еріктілер клубының мүшесімін. Ерікті ретінде жақсылық жасап жарысайық, қарттарым асыл қазынам, таза қала акцияларына белсенді қатыстым. Әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға қолымыздан келгенше қолдау көрсету мақсатымен өз тобымызбен азық-түлік топтамасын жасақтап, адрестік көмек көрсету ұйымдастырдым. Қалалық және облыстық оқу-құштар колледж жобасының аясында оқу және жетістікке жеті атты сайысқа қатысып, жүлделі орын алдым. Колледжді қоғамдық жұмыстарының белсенді мүшесімін. Колледждің студенттік парламентінің белсенді мүшесі ретінде студенттік өзін басқару ұйымдастыруға өз үлесімді қосып келемін. Мен Innovative колледж мекемесінің жол қозғалысын ұйымдастыру мамандығының 2-ші курс студенті Хамитова Гүлім. Қазақстан Республикасының колледждерінің топ 100 студенттік байқауына қатысудамын. Осы байқау арқылы өзімнің кәсіби шеберлігімді шыңдай түсу, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып, еліміздің дамуына өз үлесімді қосу мақсатында қатысып отырмын. Таңдаған мамандығым мақтанышым. Осы орайда Innovative колледжіне алғыс білдіргім келеді. Менің өмірімнің болашағына жол салып бергеніне.